Балалар, мен сендерге жұмбақ жасағым келіп отыр. Ата-бабам ойнаған, мұра етіп қалдырған, әлші, тәйкі, бүкпеншік, жабдықтары саналған. Ол не екен? Асық. Асық, жарайсыңдар балалар. Асықты біздер қайдан аламыз? Дұрыс, қойдың жүлігінен алады екенбіз. Жарайсыңдар балалар. Ата-бабамыз мал шаруашылығымен айналысқан, иә? Қойдың жүлігінің асығын алып, оны тазартып, немерелеріне ойнауға берген екен. Балалар, асық ойынның түрлері көп. Соның бірі қанталапай. Және 5 асық деген ойын бар екен. Асық деген түсуіне байланысты бөлінеді екен. Ал айтайықшы, мынау қалай түскен? Тайқы. Жоқ. Әлші. Әлші, дұрыс айтасыңдар. Мынау? Тайқы. Тайқы. Мынау? Мынау? Бүк. Жарайсыңдар балалар. Бүгін балалар біздер қанталапай ойынын ойнайтын боламыз. Қанталапай ойыны ішінде бір қызыл түсті асық болады. Ол балалар хан асығы деп аталады, е? Ал апай деген асықты шашады. Кім көп асық жинайды, кімге қызыл асық түссе, сол ойынды бастайтын болады. Әлақай, ойын таптым балақай. Оның аты асық жинап аламыз. Қанталапай дейміз. Апай, менде қазір түсті бар. Қайсы алдымызға қоямыз. Кімге көп асық түскен екен? Хан асығы кімге түсті екен? Қарайық. Хан асығы Нұрасылға түсті екен. Не балалар? Енді орнымыздан тұрып, асық ойнайық. Алып қолыма асық ойнап лай-лай, монша бала таңғалып тұрсақ ойнап лай-лай. Кешке дейін асықты ойнап едік лай-лай, қызығына ойынның тоймап едік лай-лай. Қолыңа ал асықты, қандай жеті түсіпті, алшы тәйке шүкпен бүк, асығыңды жерге тік.